Жалпы ислам діні ғылымға, білімге шектеу қоймайды. Керісінше қызықтырады. Білмейтіндер білетіндермен тең бола ма дейді. Яғни білім иелерінің дәрежесін жоғары қояды. Құран кәрім алғашқы түскен аятын өзі оқу деп білімге талпынысты қызықтырумен басталған. Біздің ата-бабаларымыз болсын, мұсылман әлемдегі ғалымдарымыз болсын, бұлардың барлықтары дерлік ислам дініне өте көп еңбегі сіңген, және де көптеген технология саласы болсын, еңбек қалдыра білген кісілер. Мәселен, Ибн Сина өз Орта Азиядан шыққан Китабу тиб деген медицина кітабы деп аталатын кітапты Европада 70-ші жылдардың ортасына дейін, осы бертін келе 70-ші жылдарға дейін деп айтсақ та болады, негізгі оқулық ретінде қолданды Европада. Ұлықбек мәселен, консерваториясы мәселен, аспан әлемін зерттеуі деген секілді. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінің жанындағы моншаны айтамыз. Сол жердегі бір шақпенен ысынған деп, жылған деп келеді мәселен. Түркияның Коня деген қаласындағы сол жерде музей бар. Сол музейге арнайы бір елге барған кезде сол музейлерін көрем. Сол музейлерін барған кезімде біздің көптеген бұрынғы ғалымдарымыздың технология саласында ашқан, алғашқы тапқан роботтарын көрдім. Осыдан 3 ғасыр алдын жасаған робот. Одан кейін сағаттарды көрдім. Және де сонда бір технологиямен істеген сырт дәрет алатын жеріндегі адамдардың арасында акустикалық бір-бірімен арасы 10 метр болса да, бір-бірінің арасындағы дауысты сыбырлап сөйлеген өзінде құлағының түбінен естіліп атқандай, құлаққаппенен тыңдап атқандай естілетін деген сондай бір акустикамен жасалған жерлерді көрдік мәселен. Айтайын деген нәрсе мынау. Мұсылман халқы өте зейінді, зеректі халық. Бірақ қолдау білдіретін болса. Біз енді сырттан қариларды шақырамыз. Сол қариымыз Назарбаев мектебінде оқитын 11 кластың баласы. 6 кластан бастап түскен, кейін 8 класстан 11 классқа дейін Құран кәрімді бастан аяқ жаттап шыққан. Өзі ағылшынша судай. Нью-Йорк қаласында робот ойлап табу жағынан дүниежүзілік мектептердің арасында 3-ші орын алып қойды. Халық болып сондай зерек, өте білімді, білікті, зерек балаларға қолдау жасалынатын болса, бізде де Әл-Фарабилер шығады, Ибн Синалар шығады, Ұлықбектер шығады, қанша Яссауилер шығады.